сәтті күн көрермендері. Бүгін сіздердің назарларыңызға балалардың қызға оқитын жеңіл тілмен әрі тартымды баяндалған түрік жазушыларының шығармаларын ұсынамын. Солардың ішінде ең бала жанының нәзік құлын дөп басар педагог жазушы Сара Гүрбез Өзереннің «Бір микробтың күнделігі» атты кітабы жайлы айтқым келеді. Бұл кітап бір адамның жерге түкіруінен ауаға араласқан микроб. Ахмет деген баланың ағзасына жеміс арқылы кіріп, түпкілікті орнығу үшін күресіп, сол өз атынан баяндайды. Кітаптың кейіпкері туберкулез ауруын қоздыратын микроб. Өзінің империясын құру үшін микроб ол баланың денесіне кіріп алып, ыңғайлы уақытты күтеді. Сіздер осы кітап арқылы адамның ағзасын аралап жүріп, бір жағынан ағзалар арасындағы теңгерім мен таңғажайып жүйені көріп, екінші жағынан Ахметтің тағылымға толы өмірлік оқиғаларымен танысасыздар. Микроб адам ағзасында саяхаттап жүріп, өсіп келе жатқан баланың ішкі дене мүшелері туралы егжей-тегжейлі және қызықты ақпараттар айтып береді. Медицина тақырыбында жазылған бұл кітапты балалар оқи отырып, өз ғибрат алып қана қоймай, бой түзейтін болады. Дәл осы кітапты, немесе дәл осы кітаптың авторының басқа да туындыларын және тағы басқа түрік жазушыларының керемет туындыларын біздің кітапханаға келіп, үйге алып оқи аласыздар. Бұл кітап 6 жасынан басталған, мектеп жасына дейінгі, яғни бастауыш сынып оқушыларына арналған кітап. Бұл кітаптың жалпы ерекшелігі ата-аналарға, балаға емес, ата-аналарға арналған. Қазіргі таңда көптеген аурулардың алдын алу шаралары туралы ақпарат беріледі. Жалпы микробтың адам ағзасына қандай әсері жайлы баяндалатын кітап. Дәл осы кітапты, немесе дәл осы кітаптың авторларының басқа да туындыларын және тағы да басқа түрік жазушыларының керемет туындыларын біздің кітапханаға келіп, Абай атындағы балалар кітапханасына келіп, үйге алып оқи аласыздар. Кітапханада сенбі күні демалыс, қалған күндердің барлығы сағат 9-дан 7-ге дейін сіздерге әрдайым есігіміз ашық.